Хайралы кеш, қымбатты достар, Қостанай телеарнасында «Время говорить» бағдарламасы сіздермен бірге Маргарита Иванова. Біз бастаймыз. Ну что же, наступила весна, прекрасное время года, которое дарит нам вдохновение. И все же без обучения нам не обойтись. Как всегда, мы будем посещать уроки казахского языка. Безусловно, впереди нас ждет немало знаний на весеннюю тематику. Но прежде давайте закрепим все знания, полученные за зимний период. Сегодня у нас так называемый урок повторения. Вы готовы? Мы начинаем. Бүгін біз қайталап отырмыз ғой сабақта білгенімізді, иә? То, что мы знаем, повторяем. Ендеше мынандай бір қызық ойын ойнайық. Мынау әріптер адасқан. Заблудились буквы. Сіз оны әдемілеп орнына қойсаңыз, бір әдемі сөздер шығады. Бұл сөздер жаңағы жыл мезгіліне байланысты ма, немесе ай атауларына байланысты ма, соны қазір біз анықтаймыз. Ал өзіңіз байқаңыз. Так. Жазып ойлануға болады. Нет, дұрыс емес. Қазан. Қазан. Жақсы. Бірінші сөзді тақтық, иә? Ал Келесі. Так, кер. жазып көруге болады. Мынаны былай жазсам қалай болады, былай болсам, то есть прописывать и пробовать, как же вам удобно. Правильно, неправильно. Так, нет, дұрыс емес. И сразу у вас в голове крутятся слова, которые мы говорили, да? Қыркүйек, может быть? Қыркүйек. Бұл не? Бұл бірінші ай. Күзде бірінші ай. Күздің бірінші айы. Жақсы. Так, келесі. Мезгіл. Мезгіл дейді, иә? Жақсы. Это промежуток какой-то. Мезгіл. Көктем. Тамаша. А мынау сөз тауып көріңізші. Так. Кереке, рекеке. Дұрыс емес пе? Дұрыс емес. Мереке. Тамаша. Мереке болғасын біз демаламыз, иә? Ендеше мына тапсырманы өзіңіз орындап, сонымен жұмысымызды бүгін аяқтаймыз, Маргарита. Отмечать правильно? Иә. И комментировать? Ага. Қай мезгілде қар жауады? Қар жауады. Қыста мезгілде. Тамаша. Қыста қандай мереке бар? Қыста жаңа жыл. Мереке бар. Так, дұрыс жазылған сөзді табыңыз. Мезгілдар, күндер, адамдар, айлар. Мезгілдар. Неправильно, потому что мягкие гласные. Очень жақсы. Күндер, Д должна быть, кажется, да? Звонкая. Қайсысы дұрыс енше? Адамдар тоже должно быть. Айлар, значит? Айлар. Так, жіктік жылқауды табыңыз. Таңсен сөзін. Жіктік жалғау, мен мана айттым, иә, мысалға. Егерде бірінші, екінші, үшінші жақ бар ғой, иә? Мысалға, өте жақсы. Ал тартер қандай жалғаулар болады? Адамдар, балалар. Третье лицо. Мынау жалғаулар что показывает? Тартер. Множественность. Множественность, тамаша. Тағы бір тапсырмасын орындайық. Перевести нужно. Сөз тіркесінің аудармасын табыңыз. Тамаша мезгіл. Тамаша мезгіл. Прекрасное время года. Прекрасное время года. Жақсы. Қысайларын анықтаңыз. Так. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Бір тәулікте неше сағат? Жаңа болды ғой сол тапсырма, иә?
24. Тәуелдік жалғауды табыңыз. Тәуелдік. Бір зат екіншіге тәуелді. Притяжательное окончание. Так. Менің дәптерім, сенің дәптерің. Ын. Жақсы. Балалар мұз айданында не тебеді? Коньки тебеді. Дұрыс айтасыз. Коньки тебеді. Аптаның 3-ші күнін атаңыз. Таңда сенбі. Бүгін сол күн. Сәрсенбі? Сәрсенбі. Жарайсыз. Неплохо вроде. Тамаша. Бүгін әпетемі жұмыс жасадық. Енді келесі кездескенше Рахмет. сау Сау болыңыз. Сау болыңыз.